Қайырлы күн оқушылар. Біздің бүгінгі информатикадан өтетін тақырыбымыз ол алгоритмді программалау. Ол тақырыпқа өтпестен бұрын осы 4-90-да өтілген тақырыптарға бір шолу жасап өтейік. Ең алдымен біз осы 4-90-ымызда есепті шығарудың кезеңдерінен бастадық, Ол кезеңнің біріншісі есептің қойылымын жасау болатын. Біз есептің қойылымын жасауды үйрендік. Одан кейінгісі талдау зерттеу, есептерге біз талдау зерттеу жасадық, алгоритмді құрып үйрендік. Есептің қойылымын жасап үйрендік, ол жерде мысал ретінде мына есепті қарастырдық. Есептің қойылымында 4 негізгі пункт болады. Біріншісі атауы, екіншісі сипаттамасы болады, енгізу және шығару пункттері болады. Есептің қойылымын жазып болғаннан кейін оның алгоритмін құруды үйрендік. Алгоритмді құрудың екі тәсілі бар дедік. Біреуі псевдокод арқылы, біреуі блок сызба арқылы, амебалар туралы есептің псевдокоды және блок схема түріндегі алгоритмі. Енді алгоритмдерді біз типтеріне қарай оларды жасау керекпіз. Олардың типтері, құрылымына қарай бөлінуі, сызықтық алгоритмдер, тармақталу алгоритмдері, циклдік алгоритмдер болып 3 типте болады дедік. Оның біріншісі сызықтық алгоритмді құрылымын қарап отырсаңдар, өзі сызықты тізбектеле бірінен кейін бірі орындалатын іс-әрекеттер тізбегі. Ал тармақталу алгоритмінде жоқ деген сияқты екі тармаққа бөлініп кетеді. Бұл мынау сызықты сияқты бірінен кейін бірі іс-әрекеттер орындалмайды. Тармақталу алгоритмінде міндетті түрде шарт болады. Сол шарттың және жоқ жауаптарына қарай екі тармаққа бөлініп, бірінші немесе екінші іс-әрекеттер орындалады. Келесі циклдық алгоритм. Циклдық алгоритм дегеніміз ол дененің, іс-әрекеттің бірнеше рет қайталануынан туатын алгоритм. Бір іс-әрекетті біз бірнеше рет қайталап шығару керек болатын болсақ, онда циклдық алгоритмді қолданамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымызға өтейік. Алгоритмді программалау. Алгоритмді программалау дегеніміз ол біздің есебімізді программалау тілінде алгоритмін жазып, оны есепте шығару, жауабына жету. Біз программалау үшін компьютерлік тілдегі бір программалау тілін таңдаймыз. Ол біздің C++ программалау тілі. Осы тілде есепті шығарып, есептің программалық кодын жазу керекпіз. Программалық коды дегеніміз, төменде бір мысал берілген, бұл жаңағы амебалар туралы берілген есептің программалық коды. Біз айттық, алгоритмдерді құрастыру кезінде алгоритмдерді өте жақсылап, жүйелі түрде құрастырып алу программалық кодын жазуды оңайлатады, Сол алгоритмге блок сызба болсын, ол псевдокод түрінде берілген болсын, қараймызда C++ түріндегі программалық тілге оны жаза қоямыз. Солай, енді мынау амебалар туралы берілген есептің программалық кодын жүзеге асырып көрейік. Бізде басында берілген Т деген ол сағат, сағатымыз 0-ге тең, 0-ге тең болған уақыттағы амебаның саны ол 1-ге тең, және осылай біздің сағатымыз 24 сағатқа дейін есептеу керек. Қадамы 3, сондықтан мұнда сағатқа қосқан кезде 3 қадамды мұнда береміз. Сонымен бірінші, әр 3 сағат сайын 2-ге амебаның саны көбейіп отыратындықтан санды біз 2-ге көбейтеміз. Одан кейін мұнда цикл while операция циклдық алгоритмге жатады. While'дың ішінде жақшада біз циклдың қай уақытқа дейін берілетінін жазамыз. Сонымен, бірінші санымыз нешеге тең? Санымыз 1-ге тең. Оны 2-ге көбейтеміз, 2 болады, Одан кейін сағатымыз бізде 0-ден басталып тұр. 0-ге 3-ті қосамыз 3 болады. Сонда жауабына қарасақ, cout операторы бұл C++ тілінде шығару командасын беретін оператор болып табылады. Cout'та біз жазамыз сағатты шығар, және мынандай сағатта деген сөзді шығарады.
сағаттың саны бізде неше? Сағаттың саны 3. Санды шығарады. Санымыз неше бізде? 2. 3 сағатта 2 деген сөз шығарады. Бұны компиляцияға жіберіп көрейік. Одан кейін циклымыз айналып бірнеше жауапты 24 сағатқа дейінгі жауапты шығарып береді бізге. Міне 3 сағатта 2 амеба, 6 сағатта 4 амеба болады, 9 сағатта 8 амеба. Осылай біздің бұл есептің жауабы шығады. Енді кітап бойынша сол псевдокодқа қарап, міне алгоритм дайын болса, бізде программалық кодын жазу оңай. Сол үшін қазір осының программалық кодын жазып көрейік. Мен есепті шығаруда онлайн компиляторды пайдаланып отырмын. Сендерде компьютерлерінде интернет болса, онлайн компиляторды қолдануларыңа болады. Алдыңғы есепті тазартып аламыз. Бірінші бізде А және С айнымалылар берілген, және олар 0-ден С, ал А 1-ден басталып тұр. Оны біз қалай береміз? Int сипаттау арқылы S тең 0, үтірлі нүкте қоямыз әр жолдан кейін. Int A тең 1 деп сипаттап аламыз. Келесінде бізде циклдың басы, яғни while кетеді. While операторы циклға жауап береді. While операторын жазып, жақшаның ішіне біз циклды береміз. Ол не? А 10-нан кіші немесе оған тең болғанға дейін біздің циклымыз жалғанады. Циклдан кейін циклдың денесін жазу үшін біз міндетті түрде ирек жақшамен блокты ашып аламыз. Блок деп аталады. Яғни циклдың денесі, орындалатын іс-әрекеттер блоктың ішіне жазылады. Бізде қандай іс-әрекет орындалады? Міне S тең S плюс A, A тең A плюс 1 деген екі іс-әрекет циклда орындалады екен. Соны жазамыз. S тең S плюс A тең A плюс 1. Одан кейін бізге шығару үшін біз қандай операторды қолданамыз? Cout операторы, Cout. Одан кейін мынандай екі белгіні қою керек боламыз. Одан кейін бізге нені шығару керек? S-ті шығару керек. Coutқа S деп жазып, қайтадан белгімізді қойып, endl сөзін жазамыз. Endl деген бұл, яғни аяқтау деген сөз. Run батырмасы арқылы біз бұл программалық кодты компиляцияға жіберіп көрейік, яғни орындалуға жіберіп көрейік. Міне бізде жауапта S-тің жауаптары шықты. Тексеріп көрейік. Бірінші, бізде S-міз 0-ден басталып тұр. S-ке, яғни 0-ге қосамыз A-ны. A бізде 1, 1-ге тең болды. Міне, мұнда 1 деген жауап содан шығып тұр. Келесінде A-ға қосамыз 1-ді, яғни A бізде 1. 1-ге 1-ді қосамыз, A 2-ге айналды. Қайтадан while-ға барады, тексереді. A 2 болып тұр, 2 10-нан кіші ма? Кіші. Ондай циклдың денесін орындаймыз. Циклдың денесінде S-іміз бізде 1-ге тең болды, 1-ді қосамыз 2-ге 3 болады. Міне 3 деген жауап шығып тұр. Одан кейін A бізде 2-ге тең, 2-ге 1-ді қосамыз 3-ке айналады. Қайтадан while-ға барып тексереді. 3 10-нан кіші ма? Кіші. Онда циклдың денесі қайтадан орындалады. Міне осылайша бізде A 10-ға тең болғанға дейін, немесе одан үлкен болғанға дейін, яғни мынау шарт қанағаттандырылмағанға дейін, біздің циклымыздың денесі орындалып, S-тің жауаптары шығады. Және соңында мынау шарт қанағаттандырылмаған уақытта циклымыз аяқталып, есебіміз соңына жетеді. Псевдокод арқылы алгоритмге қарап, біз оңай ғана программалық кодты жаздық. Енді блок сызба түрінде берілген алгоритмге қарап, оның программалық кодын жазып көрейік. Бізде бірінші берілгені ол S тең 0, I тең 2 деген. Оны біз int сипаттау арқылы жазып аламыз. Int
I тең 2. Бізде одан кейін цикл кетіп тұр. Циклды жазамыз, ол while операторы. I тең немесе кіші 20 болғанға дейін циклымыз орындалады. Біз блокта ашамыз, яғни ерек жақшаның ішіне циклдың денесін жазамыз. S тең S плюс I. Үтірлі нүкте қоямыз. Міндетті түрде I тең I плюс 2. Үтірлі нүктені қоямыз. Бізде жауапта не шығу керек? S шығу керек, е? Cout оператор шығару үшін белгілерін қоямыз. S-ті жазамыз, белгілерді қоямыз. Handle сөзін жазып аяқтаймыз. Осыны компиляцияға жіберіп көрейік. Бұның да орындалу алгоритмі дәл алдыңғы псевдокодтағы есеп сияқты. Циклымыз тексеріледі, айымыз 20 болғанға дейін циклдың денесі орындалады. Солайша S-тің жауабы шығады. Бүгінгі программалық кодын жазу тақырыбы түсінікті болды деп ойлаймын. Үйге тапсырма. Кітаптарындағы псевдокодтар берілген. Сол псевдокодқа қарап, өздерің программалық кодын жазып көріңдер. Алгоритмге қарап, C++ тіліндегі программалық кодын жазасыңдар. 170-ші бет, 4-ші тапсырма үйге. Дәптерлеріне жазып, немесе онлайн компиляторға кодты жазып, сюжетке түсіріп, маған жіберіңдер. Сау болыңдар.